Ассалаумағалейкум достар, ютуберке жол 15 бөлімге қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, мен УМВД-ға кіріп алатын боламын, яғни мен полицейский жұмысын жасайтын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чай және де печеньелеріңді алып отырыңдар. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Достар, мында Nokia Abo деген бала маған трейдпен бір аксессуарлар берем деп тұр. Және де достар, мен сіздерге айтар жақсы жаңалығым бар. Мен партнерствоға кірген болатынмын. Және де достар, менің Духаппы деген промокодым ашылды. Осы промокодты 50 адам жазатын болса, мен платный сотрудничествоға кірем. Оған кіретін болсам, одан да мықты видео түсіреді. Каждый видеода 20 минуттан видео түсіретін боламын. Соны қаласаңыздар, сіздер Владимир серверіне кіріп, Духа промокодын жазып кетіңдер. Достар, мен осы кезде мен өзімнің промокодымды қанша адам жазғанды қарайтын боламын. Мен промокодымда 2 адам жазыпты. Және де маған 3200 рубль берді. Көптен күткен УМВД-ға да кіріп алдық. Және де достар, мен блэкпасс сатып алған болатынмын. Оны 790 блэккоинді мен весенний кейстан түсіріп алған болатынмын. Достар, міне келе жатырмыз. Қазір бір преступникті ұстап алуымыз керек. Ол адам, қазір Гарельді жүр. Енді біз оған қазір баратын боламыз. Достар, мұнда мен Макс Хаммер деген напарнигіммен патрулировать етуге шыққан болатынмын. Достар, осы преступникті ұстайтын болсам, маған уже неме беретін болады. Көріп тұрсыздар ғой, достар, мен оны уже наручник тақып қойған болатынмын. Осы преступник қазір мен өлтіретін болсам, мен, сержант атанатын боламын. Достар, мұнда БП-да түскен демонды госқа 1 миллионға сатып жереміз. Қазір екінші көлік шығарамыз. Достар, міне мына көлікті де қазір госқа сыйлық етіп жеретін боламыз. Хаммер 2 деген көлікті 1 миллион 200 мыңға. Көріп тұрғандарыңызда мен блэкпасстан 55 уровеньға келдім. Маған стандартный кейс берген болатын. Енді мен қазір бұны стандартный кейсті және де ежедневный кейсті ашатын боламын. Енді бұда не түсетіні бізге қызықты әрине. Енді біз мынаны открыть 1x деп ежедневный кейсті ашып жіберетін боламыз. Ал достар, бұда не түседі екен? Бізге ремонтный набор түсті. Бұны әрине біз распыть етіп жүреміз. Он крыста бізге на всякий случай керек болады. Ал келесі біздер стандартный кейс ашуға қарай келді. Пропустить анимацию дегенді басып, сәл-пәл ырымын жасап ашып жіберейік. Ал енді басып жүреміз. Бізге не түсті? Так, айбай, сумка түскенше. Достар, мобс на спину деген сумка түсті. Мен бұны 100 кристалға сыйлық етіп жүретін боламын. Кішігірім особыйға жол. Достар, міне мен уже УМВД-ға келдім. Енді біз қарап жүреміз, нешінші ранг болғанымызды. Келдік. Енді қазір мынаған кіреміз, раздевалка жаққа келеміз. Дежурныйға басамыз, бізде уже сержант алынды. Достар, құттықтап жіберіңдер, сосын далада жүрген андай бір құтырған біреулер болатын болса, ДМ жасай беретін болса, маған айтасыңдар ғой, братандардың алдыларында сержант болғанды қоясың ғой. Енді кезек бізде келесі старшина, соң кейін полковник қадиммен пахать ететін боламын ғой. Достар, мен осы жерде бір преступникті күтіп тұрмын. Қазір ол шығады. Аты бір Андрей ма, сондай бір бәле. Маск киіп алдық, біз оны қазір күте тұратын боламыз. Қазір шыққан кезде резко чаттағы кнопканы басамыз. Кув, сосын один басқан кезде резко біз оны ұстайтын боламыз. Енді 1-2 рет қарап жейік. Қазір шықса, енді сразу ұстап алатын боламыз. Енді бұны ұзақ күтпей қойсақ. Шыне шықты, достар, ал ұстадық. Ал енді біз қазір бұны аты өлтіре салатын боламыз. Зато бізде задание орындалатын болады. Жоқ, задание емес, достар, мен просто так былай өлтіруге келген болатын бұны.